Төртінші дәрісіміз Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығына арналады. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылық өмірбаяны, абай тәрбиесі, лирикалық шығармаларының дамытудағы еңбегі, тақырыптық көркемдік деңгейі, поэма жанрындағы қалам тартуы, қалқаман мамыр, еңлік кебек, нартайлақ пен айсұлу, ләйлә мәжнүн дастандары, проза жанрындағы еңбектеріне тоқталамыз. Онда әділ-мәрия романы, тақырыбы, ондағы мақсат, кейіпкерлері, көркемдік шешімі. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылық өмірбаяны жалпы ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор, ағартушы, аудармашы, саясаткер Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы жалпы өмірбаяны 1858 жылы 1 шілдеден басталды. Яғни Семей облысы Абай ауданында туған. Оның әкесі Құдайберді ел билеуші Аға Сұлтан Құнанбай Өскенбаевтың баласы. Құнанбай, білесіздер, Абайдың әкесі. Сонда қарасаңыздар, Шәкәрімнің әкесі Құнанбайдың ағасы болып есептеледі. Жақсы, енді Шәкәрім Құдайбердіұлын жалпы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында қарасақ та, Абай тәрбиесінде өте болғандығы белең алады. Онда мысалы дәл Шәкәрім деп берілмесе де, Шұбар мен Дәрменнің прототип арқылы Шәкәрім Құдайбердиевтің Абайдың тәрбиесінде болғандығын айқын көрсетеді. Мұнда мысалы бізде көптеген деректерді көретін болсақ, жалпы құсбегі болғандығы, жалпы Шыңғыстаудың жаңа Қарашөгі бөктерінің табиғаты, одан кейін Саяттың қорасы деген дүниелерді біз айқын көреміз. Жалпы білесіздер, Шәкәрім Құдайбердиевтің 2 қазанда қастандық жасағандар оны жаңағы ту сыртынан атып кетеді. Жазықсыз адамды өлтірген қылмыскерлер өз жұмыстарын бүркеп, Шәкәрім совет үкіметіне қарсы банды ұйымдастырған, бандымен шайқасқан кезде оқ тиіп өлді деген өтірік қағаз ұйымдастырып, оны жау ретінде көрсетіп, жазғандарын жариялауға болмайды деген шешім шығарған. 1958 жылы Шәкәрім Құдайбердиевті ақтайды, Шәкәрім атына кір келтіретін деректерді алып тастайды. Десе де, ол кейіннен осы 80 жылдардың аяғына қарай ғана біз Шәкәрімнің толыққанды ақталғандығын білеміз. Енді жалпы Шәкәрім былай дейді, әкеміздің бір шешесінен туған Ибрахим мырза деп жаңа басталатын Абай жайлы айтқан дүниесін біз жақсы білеміз. Сонан кейін жалпы Шәкәрімнің араб, парсы, түрік, орыс тілдерін жақсы меңгергендігін білеміз. Сонан кейін Абай өмірден өткен соң жазған өлеңдері бар. Абай марқұм өткен соң өзіме айтқан жырларым деген сияқты. Шәкәрімнің алғашқы кітаптары 1911 жылы басылған түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, мұсылмандық шарты кітаптар, қалқаман мамыр, еңлік кебек поэмалары 1912 жылы Семейде Жәрдем баспасында жарық көрген. Сонымен қатар Қазақ айнасы атты мәні терең жинақ шығарған. Онан кейін білесіздер, философиялық танымдағы үш анық деген философиялық еңбек жазып шықты. Шәкәрімнің қаламынан терең ойлы сыршыл лирикалық өлеңдер қалқаман мамыр, еңлік кебегі, нартайлақ пен айсұлуы жалпы көркем туынды ретінде қазақ әдебиетінде жиі аталады. Шәкәрімнің жалпы шығармашылығының басты тақырыптары не? Сол кезеңнің, сол заман бейнесі, ондағы шындық, содан кейін ақынның ой арманы, жүрек лүпілі барлығы Шәкәрімнің шығармашылығында астасып жатыр. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлының азаматтық лирикасы: қазақтың жаманы болмас, ей көп халқым, ескіден қалған сөз теріп, партия адамы, қош жұртым, ашу мен ынсап, бай мен қонақ, өкінішті өмір, насихат, қазақ деген сынды шығармаларын біз осы азаматтық лирикаға жатқызамыз. Шәкәрім Құдайбердіұлының ағартушылық бағыттағы өлеңдері, мысалы, насихат: үш-ақ түрлі өмір бар, сен ғылымға, жасымнан жетік білдім түрік тілін, ғылымсыз адам айуан, адамгершілік тақырыптағы, мұсылмандық шарты, адамдық борышың, сау ақылдың адамы, адамшылық, имамым. Сонан кейін ғашықтыққа байланысты өлеңдері де бар. Жарымды жаным сүйді, жастық туралы, кәрілік туралы. Сонан кейін жан үшін малды аямау, жарың үшін жанды аямау деген сияқты Шәкәрім шығармаларында көптеген өлеңдер кездеседі. Жалпы Шәкәрімнің поэма жанрына қалам тартуы Абай жолында көрініс береді. Жалпы Шәкәрімнің еңлік кебекті қалай жазғандығы да Абай жолынан біз білеміз. Поэманың жанрын әлеуметтік дастан деп қарастырған орынды деген жаңа ғалымдардың пікірлері бар. Поэмадағы еңлік қазақ әдебиетінде соны жаңалық болып қосылған көркем бейне. Жалпы оған дейін қазақ әдебиетінде еңлікті яру бейнесі сомдалған емес деген сияқты пікірлер бар. Поэмадағы сюжеттің байланыс, шиеленіс, шешімнің бүкіл желісі осы еңліктің іс-әрекетімен тізімделген дейді Балтабай Әбдіғази. Еңлік кебек поэмасы жалпы адам тағдырын, сол замандағы қоғам бейнесін ашып көрсететін
бір құнды көркем туынды. Қалқам мен мамыр поэмасы, бұндағы басты кейіпкерлер білесіздер, қалқам мен мамырдың арасындағы махаббат. 1723 жылы қазақтың сыр бойында жүрген анық деп дейтін ақынның осы бір жолдардан ол қай кезде болғандығын айтамыз. иә Қалқам мен мамыр поэмасының кейіпкерлері Көкенай, Әнет баба, Қалқаман, Мамыр. Мамыр-ау, айтып тұрсың әлденені, шариғат қосады екен немерені. Қайғы ойлап жаман ырым айта берме, алаңсыз сүйген болсаң анық мені, деп жаңағы ғашықтардың арасындағы махаббат хикаясын жалпы сәтті сомдаған. Жалпы шындықтың айнасы, бәйшешек бақшасы атты прозалық шығармалары шәкәрімнің абай үлгісіндегі ойшыл екенін танытады. Абайдың жалпы жан құмар, тән құмар мәселесінде философиялық астармен жеткізеді. Жанр жағынан жалпы толғау эссе деуге болады да. Шәкәрім Құдайбердиевтің Әділ Мәрия романы, бұл алғашында қайғылы роман деп аталған. Роман 1910 жылы қазақ ауылындағы өмір шындығын бейнелейді. Жалпы біз осы Шәкәрім Құдайбердиевтің өмірбаянын зерттеген кезде Абаймен параллель тұрғыда зерттеген сәтті қадам жасайды деп ойлаймын. Болды ма?